Сәлем достар, менің аты жөнім Динара Молдағайыпова. Мен Кусто Агро компаниясының субсидиялау бойынша менеджерімін. Ел байлығы курсына қош келдіңіздер. Субсидиялауға өтінім беру үшін фермерге субсидиялау ақпараттық жүйесінің порталында тіркелу қажет болады. subsidi.plm.kz адресі бойынша. Ол үшін сіз жоғары оң жақ бөлігіндегі тіркелу батырмасын таңдайсыз және оны шертесіз. Сіздің алдыңызда толтырылуы қажет ақпарат терезесі ашылады. Қызмет атқаратын және өтінімдер тапсыратын мекеменің БСН мен ЖСН-ін енгізуіңіз қажет болады. Тізімнен қолданушының түрін таңдайсыз, яғни бірінші тұрған ауыл шаруашылық өнімін өндірушіні таңдайсыз. Әрі қарай организациялық құқықтық форманы таңдайсыз және осы жерде сізде жеке кәсіпкер ме, әлде жауапкершілігі шектеулі серіктестік пе, әлде тағы да басқасы ма, соны қарайсыз. Барлығы сіздің мекемеңіздің атауына байланысты. Шаруа қожалығын таңдаймыз. Шаруа қожалығының атауын жазыңыз. Мемлекетпен тіркелген күнін көрсетіңіз. Басшыны көрсетесіз. Жануарлар тіркелген облысты көрсетіңіз. Ауданды. Және сіз жұмыс істеп жатқан ауылдық округті көрсетесіз. Яғни елді мекенді таңдау қажет болады. Әрі қарай істеп тұрған телефон нөмірін көрсетуіңіз қажет. Және сіздің пошталық мекен жайыңызды. Ақпаратты толтырғаннан кейін, қазіргі уақытта қолыңыз жететін электронды поштаны көрсетуіңіз қажет. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті бекіту қажет. Ол үшін файлды таңдау батырмасын шертуіңіз қажет. Диалогты терезе ашылады. Онда сол құжат орналасқан папкаға дейінгі жолды көрсетуіңіз қажет болады. Және мемлекеттік тіркеу туралы анықтама. Ақпаратты енгізіп болғаннан кейін тіркелуді басу қажет болады. Және сіздің өтініміңіз жүйенің администраторымен қарастырылғаннан кейін сіздің электронды поштаңызға ескерту келеді. Онда тіркелуге қажет нөмір көрсетіледі. Сіздің тапсырмаңыз электронды поштадағы осы өтінімнің ақпаратын растау. Тіркелу ойдағыдай өткеннен кейін сіз өзіңіздің электронды цифрлық қолтаңбаңызбен жүйеге кіру батырмасын шертіп кіре аласыз. Бұл үшін сертификатты таңдау қажет болады. Оған жолды көрсету қажет. Және мекемеңіздің электронды цифрлық қолтаңбасы орналасқан папканы көрсетесіз. Құпия сөзді енгізіңіз. Құпия сөзді енгізгеннен кейін жіберу батырмасын шертіңіз және жүйеге кіресіз. Жүйеге кіргеннен кейін мұнда орналасқан нұсқаулармен танысу қажет және жұмыс істеп өтінімдерді жіберуге болады. Өтінімді жібермей тұрып сізге өткен кезең бойынша статистикалық деректерді толтыру қажет болады. Мысалы, ағымдағы кезең 2023 жыл болса, сіз 2022 жылғы мағлұматты толтырасыз. Мағлұмат қосу жолымен. Сіз мағлұмат қосып жатқан кезеңді таңдауыңыз қажет. Теңгеде мал шаруашылық өнімнің жалпы өндірісін көрсету қажет. Еңбек өнімділігін дәл солай теңгеде көрсету қажет болады. Яғни, сіздің бір жұмыскеріңіз қанша ақша табатындығын, жайылымның жалпы аумағын көрсету қажет, және сіздің өсіріп жатқан жануарларыңыз бойынша ақпаратты толтыру қажет. Егер сіз мал шаруашылығының бұл бағытымен айналыспайтын болсаңыз және бұл малдарды өсіріп жатпаған болсаңыз, онда нөлді қойыңыз. Осы мәліметтерді толтырып болғаннан кейін сақтауды басасыз
және сіздің барлық мәліметтеріңіз осындай кесте түрінде көрсетіледі. Тек осыдан кейін ғана сіз өтінім беру батырмасын басып, өтінім бере аласыз.